Сәлеметсіздер ме? Мен бүгінгі дүниежүзінің экономикалық және әлеуметтік саяси географиясы пәні бойынша кезекті видео сабағымды өткелі отырмын. Сабақтың тақырыбы ғаламдық экологиялық мәселелер деп аталады. Бұл сабақты мен мынадай ақындарымыздың жырымен ашқым келеді. Адамзат, ең алдымен досыңды, досың жер су, жасы орман өсімдік. Ала жүріп, осылардың барлығын достарыңды қорлау деген не сұмдық деп. Яғни біздің ақындарымыз, сазгерлеріміз, әншілеріміз осы табиғаттың әсемдігін пайдалана отырып, адамдардың табиғатқа деген өзінің өте мейірбандығын көрсету керек екендігін, оның өзі біздің экологиялық жағдайдың, табиғаттың әсемдік жағдайын сақтап қалуға өте қажет бірден бір шара екендігін ескертіп, өте әдемі өлең жолдарымен дәріптеген. Енді біз осы сабағымызда оқыту мақсатына тоқталып өтейік. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты бірінші ғаламдық экологиялық проблемалардың пайда болу механизмін түсіндіру болып табылады. Екінші, геоэкологиялық үдерістерде географиялық қабық заңдылықтарының рөлін анықтау. Келесі, талқылау сұрақтарына көшейік. Яғни бұрынғы өткен курстардан алған білімдерін жинақтай отырып, талқылап, ойша көз жүгіртіп, өткен материалдармен байланыстыра отырып, мынадай сұрақтар қалыптасады. Бірінші, жылыжай эффектісі қалай қалыптасады? Озон қабаты қалай бұзылады? Қышқыл жауындар қалай қалыптасады? Деген сияқты сұрақтар қойылып, студенттерге осындай сұрақтарды еске түсіріп бағыт бағдар беріледі. Мына суреттерде өздеріңіз көріп отырғандай жер шары, яғни ғаламшарымыз барлық күн системасы, күн жүйесін айналып, күнді айналып жүретін күн системасындағы планеталардың үшіншісі. Жақсы білесіздер ме, студенттер? Яғни бұл күннен келетін сәулені жер беті, жер өзіне тартып алады, немесе кейбір жағдайларда ол қайтадан шағылысып қайтаратындығын да мына бір курстарда оқып жүрген білімдеріңіз бойынша білесіздер. Одан кейінгі мынау ағаштардың суреті. Не үшін бұл ағаштар мұндай жағдайға түсті? Мынау жан-жағын су қоршаған жаңағы аралда орналасқан мемлекет өте әдемі қалашық қала. Сол қандай жағдайға түсті? Осының барлығының да экологиялық мәселелерден бастап туындап осындай жағдайға жеткенін көруімізге болады. Келесі суретте қоршаған ортаға салдары туралы жаңа өздеріңізге бірінші осы талқылау сұрақтарында көрсетілгендей, жылыжай эффектісі дегеніміз не? Жылыжай эффекті дегеніміз атмосфераның төменгі қабаттарындағы температураның көтерілуіне алып келеді және судың деңгейінің көтерілуі болады. Жаңа мынау судың деңгейі көтеріледі, ол не жағдайға байланысты? Себебі атмосфера қабатының өзі үш бөліктен тұрады. Бірінші, тропосфера қабаты, бұл атмосфераның ең төменгі қабаты, барлық жауын-шашын сол тропосфера қабатында пайда болады. Екінші, стратосфера қабаты, тропосфераның жоғары жағында, одан соң атмосфераның төменгі қабаты деп аталады. Ол дегеніміз сол төменгі қабаттарындағы температураның көтерілуіне алып келеді, судың деңгейінің көтерілуі байқалады. Судың деңгейі көтеріліп кеткен жағдайда мінекей қалалар суда қалғандығы көрініп тұр жерден. Мына екінші суретте мынау қышқыл жаңбырлар. Қышқыл жаңбырлар жауған кезде қандай болады? Қышқыл жаңбырдың әсерінен өзен сулар қышқылданып, балықтар жойылады. Ағаштар өздерінің жапырақтарынан айырылады. Яғни, сол қышқыл жаңбырлардың әсерінен өзендердегі, көлдердегі, теңіз, мұхиттарда балықтар не істейді? Өзінің тіршілігін жояды, яғни уланады қышқыл жаңбырдан.
Ал ағаштар өздерінің жапырақтарынан айырылады дейді. Яғни ағаштардың жапырақтарын да зақымдап, ол жарамсыз болып, одан кейін ағаштан түсіп қалады да, ағаштар сиреген күйі осындай сұрықсыз қалыпқа енеді. Ал келесі слайдта мына өздеріңіз көріп отырсыздар, географиялық қабық. Географиялық қабық дегеніміз ол қандай болады мысалы? Географиялық қабықта барлық географиялық қабық дегеніміз не? Ең алдымен сол сұраққа тоқталып өтейік. Барлық табиғат компоненттері бір-бірімен өзара әрекеттесе отырып, географиялық қабықты құрайды. Табиғат компоненттері дегеніміз не? Оған мысалы су жатады, климат жатады, жер бедері, немесе тау жыныстары және өсімдіктер, жануарлар және топырақ жатады. Осы табиғат компоненттері бір-бірімен өзара әрекеттесе отырып, географиялық қабықты құрайды. Оның құрамдас бөліктері болып табылады. Егер олардың бірі өзгеріске ұшыраса, онда барлық табиғат компоненттеріне әсер етеді. Мына сызбадан да өздеріңіз көріп отырсыздар, адам ортасында, иә? Адамның айналасында қоршап тұрған табиғат компоненттері. Себебі адам не істейді? Осы климатпен, ауа райымен тығыз байланысты тіршілігі, иә? Сумен тығыз байланысты, ал жер бедерімен тығыз байланысты, және өсімдіктер айналасын қоршап тұрған жануарлармен тығыз байланысты, және топырақ, жердің беткі қабаты, жердің беткі ең құнарлы майда ұнтақталған қабаты топырақ деп аталады. Яғни осы табиғаттың құрамдас бөліктерінің бәрі өзара әрекеттесе отырып, не істейді? Бұлар географиялық қабықты құрайды. Географиялық қабықтың тұтастығына, оның құрамдас бөліктеріне өзара байланысы мен олардың бір-біріне тәуелді болуынан көрінеді дейді. Яғни географиялық қабықтың заңдылықтарына қандай заңдылықтарын білесіздер десе, яғни оның заңдылықтарына тұтастылығы жатады. Тұтастылық дегеніміз, ол дегеніміз мынау табиғат компоненттерінің бәрі бір-бірімен тығыз байланысып, тұтасқан түрде географиялық қабықты құрап жатқандығын айтады. Енді келесі слайдқа тоқталайық. Зат алмасу деп аталады. Бұл да географиялық қабықтың заңдылығы болып табылады. Географиялық қабықтағы компоненттердің өзара байланысы тоқтаусыз жүретін зат алмасуы нәтижесінде жүзеге асады. Яғни жаңа біз айтып өттік, географиялық қабықта барлық табиғат компоненттері бір-бірімен тоқтаусыз байланысады, өзара байланысады. Сол өзара байланысқан кезде бір-бірімен арасында зат алмасуы пайда болады. Олар алмасудың бірнеше түрі бар, мысалы зат алмасудың. Яғни олар қандай? Ауа айналымы, ауа. Сызбадан да өздеріңіз көріп отырсыздар, ауа қалай айналым жасап жатыр, мінекей ауа. Бізді қоршаған ауа, иә? Ауа ол үнемі айналымда болады. Содан кейін гидросферада су айналымы. Гидросферада су айналымы дегеніміз ол дүниежүзілік су айналымы. Мысалы, атмосферадан төмен қабатынан жауын-шашын түседі, атмосферадан жер бетіне. Оның біраз бөлігі мұхиттарға, біраз бөлігі теңіз көлдерге, ал біраз бөлігі құрлыққа сіңіп кетеді, құрылғы. Одан кейін қайтадан жердің бетінен, мұхиттардан, теңіздерден су күннің жылуының арқасында, күннен түскен күн сәулесінің арқасында жылынады да, ол қайтадан атмосфераға бу түрінде көтеріледі. Одан кейін барып ол бу түріне көтерілгеннен кейін жер бетіне қайтадан не істейді? Жауын-шашын болып түседі. Жауын-шашын болып түседі. Мінекей бұл айналымды, зат айналымын, зат алмасуды дүниежүзілік су айналымы деп атайды. Гидросферадағы, литосферадағы зат айналымы. Литосферада қандай зат айналымы болады? Мысалы, жер қабаты, жер қыртысы, жер қыртысы да үнемі қозғалыста болады. Бірақ жер қыртысы өте баяу қозғалады. Соның нәтижесінде плита, платформалар болады. Жердің өзі ішкі қабаты үш бөліктен тұрады. Ортасында ядро, оның сыртында сыртқы бөлігі мантия, оның сыртқы бөлігі жердің сыртқы қабаты деп аталады.
осы қабат бір бірімен үнемі тығыз байланыста зат айналымын жасай отырып дамиды екен. Ал енді біз келесі сызбаға тоқталайық. Келесі сызбада оттегінің табиғаттағы айналымы. Оттегі қалай айналым жасайды? Мінекей адамдар, өсімдіктер, жануарлар, олар не істейді? Тыныс алады. Тыныс алғаннан кейін өзінен көмірқышқыл газын бөліп шығарады. Сол аралықтарда өсімдіктерде мысалы жану, шіру, тотығу, өндірістік үдерістер, өртеу, балқу, кесу, пісіру, заттардың тотығы арқылы бөлінуі, тіршілікті қолдайтын үдерістер, түрлі осындай процестер жүріп өтеді оттегінің табиғаттағы айналымы бойынша. Оны осы сызбадан көріп отырсыздар. Ал енді жалпы ғаламдық бүгінгі сабағымыз бойынша, жаңа сабақтан алған білімдеріміз бойынша, жалпы сонда біз ғаламдық мәселелер дегеніміз не екенін енді соған тоқталып өтсек. Ғаламдық мәселе деп аталу себебінің өзі солай. Барлық адамзатқа қатысты шешуді қажет ететін мәселелер. Барлық адамзатқа жер бетінде қанша адам болса, қазір мысалы 8 миллиардқа жақын адам бар ғой, сол адамдардың барлығына қатысты шешуді қажет етеді. Әлем бойынша шешуді қажет ететін мәселелер ғаламдық мәселелер деп аталады. Ол барлық елдер арасындағы байланыс, табиғатты үнемді пайдалану жолдары, табиғат пен адамзаттың арасындағы байланыс, бар елдердің арасындағы өзара байланыс, осының барлығы бір-бірімен байланыса отырып, табиғатты үнемді пайдалану жолдарын қарастырады. Бүткіл адамзатқа қатысты мәселе ретінде табиғатты үнемді пайдаланбаса, ғаламдық мәселе туындайтынын оны барлығы біледі. Ондай мәселе туындаған жағдайда оны бүткіл әлем болып ортақ шешімге келіп шешу қажеттілігі туындайды. Ғаламдық сұрақтар болады. Ғаламдық сұрақтар ғаламдық шешімді қабылдауды, халықаралық бірлестік арқылы шешуді талап етеді. Ғаламдық сұрақтар ғаламдық шешімді қабылдауды, халықаралық бірлестік арқылы шешуді талап етеді. Мына бұл осы не бойынша келесі нені түсінік етемін талап етеді. Келесі, қандай мәселелер бар? Ғаламдық мәселелерге нелер жатады деген кезде, қарусыздандыру және дүниежүзілік бейбітшілік, табиғи ортаның ластануына байланысты экологиялық проблемалар, дамушы елдердегі халық санының өсуіне байланысты демографиялық мәселелер. Көп қой ондай мәселелер. Мысалы, жер бетінде халық санының өсуінің өзі кейбір дамушы елдерде халықтың әлеуметтік жағдайының өте төмендеп кетуінің өзі демографиялық мәселеге жатады екен. Артта қалған елдердегі азық-түлік жетіспеуден туындайтын мәселелер. Артта қалған елдерде қазіргі кезде өздеріңіз білесіздер, әлеуметтік мәселе өте төмен. Оларда азық-түлік жетіспейді. Азық-түлік жетіспеуге байланысты халықтардың арасында көптеген ашаршылық туындайды. Оның өзі үлкен мәселе болады. Энергетикалық және шикізат проблемалары. Ол проблемаларға мысалы не жатады, оны алдағы уақытта да қарастыратын боламыз. Артта қалушылықты болдырмау, артта қалған елдерге көмек беру. Міне бұның өзі де үлкен мәселе болып саналады. Артта қалушылықты болдырмау, артта қалған елдерге қазіргі кезде көмек беріп отырады. Әлем бойынша дамыған елдер арнайы ортақ қор бар, сол қордан артта қалған елдерге көмек беріліп отырады. Ол да осы ғаламдық мәселеге жатады. Одан кейін дүниежүзілік мұхит проблемасы, яғни дүниежүзілік мұхиттың ластануы, қандай жағдайда мұхит ластанады. Ол көптеген елдердің тарапынан болатын кемшілік болып табылады. Сонымен ғалымдардың есептеуі бойынша соңғы 5,5 мың жылда біздің планетамызда 15 мыңға жуық соғыстың болғандығын анықтаған. Бұның өзі де бізге не істейді? Ғаламдық проблемаларды көрсетеді. Тек 20 ғасырда болған дүниежүзілік соғыста 100 миллион астам адам қаза тапқан. Яғни осы соғыстардың өзі де әлемдегі ғаламдық мәселелердің өзіне жатады.
келесі келесі не бойынша, слайд бойынша өздеріңіз көріп отырсыздар. Бейбітшілік, қауіпсіздік, қарусыздандыру, қақтығыстарды шешу бойынша халықаралық қауымдастық бағдарламасы. Міне бұл бағдарлама да осы бүкіл әлем бойынша шешуді қажет ететін сондай мәселе болғандықтан қабылданған бағдарлама болып табылады. Яғни бейбітшілік, қауіпсіздік, қарусыздандыру, қақтығыстарды шешу. Әлемде елдерде қақтығыстарды болдырмау мәселесі, кейде елдердің ішкі жағдайында болатын қақтығыстар болады, халық пен биліктің арасындағы қақтығыстар. Одан кейін қарусыздандыру, халықтың жаңағыдай қаруланып алып, жаңағыдай билік топқа қарсы шығу, немесе бір біріне қарсы қару қолдану деген сияқты бір ел мен екінші елдің арасында болатын қақтығыстар мен осы қарусыздандыру туралы. Одан кейін қауіпсіздік мәселесі, бейбітшілік мәселесін сақтау. Ол бүткіл ЮНЕСКО-ның жаңағыдай аумағында осы бейбітшілік мәселесін, ешқандай соғысты болдырмау мәселесі қаралып жатқан бағдарламалардың бірі болады. Ол да осы ғаламдық мәселелердің алдын алу мақсатында. Халықаралық үкіметтік емес ұйымдар мен қоғам, билік арасындағы өзара қатынас пен көмек көрсету бағытында қабылданған. Яғни бұл бағдарламаның барлығы көптеген бағдарламалар үкіметтік емес ұйымдар мен қоғам, билік арасындағы өзара қатынас пен көмек көрсету бағытында қабылданған. Ал жалпы экологиялық мәселенің өзіне келетін болсақ, қоғам мен табиғат арасындағы қарым-қатынас нәтижесінде табиғатты қорғау мәселесі болып табылады. Өздеріңіз көріп отырсыздар, қарым-қатынас нәтижесінде табиғатты қорғау, қоғам мен табиғаттың арасында, жаңада айтып өттім, қоғам мен табиғаттың арасында қарым-қатынас нәтижесінде табиғатты қорғау мәселесі. Мысалы, осы Арал теңізінің мәселесі де ғаламдық проблема, қазіргі кезде мәселе. Неге? Себебі осы қоғам мен табиғат арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуының нәтижесінде пайда болған ол дағдарыс осындай мәселеге айналып кетті. Неге? Себебі Арал теңізіне барып құятын Сырдария және Амудария өзендерінің суы соңғы уақыттарға Арал теңізіне барып құймағандықтан, не болды? Арал теңізіне барып құймағандықтан жаңағыдай суы аз мөлшерде уақыт өте келе азая берді. Содан су неғыла бастап тартылғаннан кейін жер бетіне тұздар шығып кетті. Ол жерде табиғат экологиялық мәселе туындады. Себебі су тартылғаннан кейін жер бетінің топырақтар бүлінді, өсімдіктер өзінің тіршілігін тоқтатты, жануарлар жойылып кетті. Өсімдіктер мүлде өзі жаңағыдай топырақ жаңағыдай неге эрозияға ұшырағаннан кейін өсімдіктер, ағаштар, орман ағаштары мүлде ол жерде өзінің тіршілігін күннен күнге нашарлап кетті. Бұрынғы не жоқ, су тартылғаннан кейін қайықтар жағаға шығып қалды. Ондағы мекендеген барлық құстар, әдемі сайрайтын құстар, сайрап жүрген құстар менен аққу құстар да өзінің тіршілігін жойды. Сонымен қатар ондағы тұратын халықтардың да жағдайы нашарлап кетті, денсаулығына үлкен нұқсан келді. Жануарлардың жаңағы онда барса келмес қорығы болатын Арал теңізінің ортасында, ал ол қорық өзінің тіршілігін жұмысын тоқтатып, ондағы кейбір қалған жануар жәндіктерді, өсімдіктерді басқа қорықтарға апарып жерсіндірді. Құстардың барлығы мекен жайын өзгертіп ұшып кетті, көптеген құстар ағаштарындағы өмір сүріп отырған. Мінекей осылай бүткіл ғаламдық мәселе туындап кетті. Яғни бұдан біз білеміз, көптеген осындай экологиялық проблеманың барлығы қоғам мен табиғат арасындағы қарым-қатынастың тепе-теңдіктің бұзылуының нәтижесінде пайда болады. Оның бірі адамзаттың өсуі болады, табиғатқа деген сұраныстың артуы және индустрияландырудың өзі де осы кездерде табиғатқа, экологияға өзінің кері әсерін тигізеді. Салдарына келетін болсақ, биосфераның ритмі бұзылып, адамзаттың денсаулығына қауіп төнуде. Экологиялық дағдарыс болған кезде, осындай мәселелер көп туындаған кезде биосфераның ритмі бұзылады, адамзаттың
денсаулығына қауіп төнеді. Өйткені соңғы кезде осы экологияның әсерінен өте көптеген жағдайлардың орын алып отырғандығын, көптеген аурулардың жаңағыдай көбейіп кеткендігі туралы мұны өздеріңіз жақсы білесіздер. Енді біз келесі слайдқа тоқталып өтейік. Келесі слайдта энергетикалық және шикізат проблемасы туралы. Мына мынау өздеріңіз көріп отырғандай суреттерде энергетикалық проблема қай кезде туындайды? Энергетикалық проблема қай кезде жаңағыдай жылу электр станцияларында, су электр станцияларында, атом электр станцияларында көп кездерде жаңағыдай көптеген мәселелер туындайды. Ондағы құрылғылардың жұмыстан шығып қалуы, және сонымен қатар мына шикізат проблемасы да туындайды. Мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар, шикізат проблемасы. Біздерде көптеген пайдалы қазбалар бар. Олардың жаңағы қоры азайып келе жатқандығы, жаңағы кейбір сарқылатын мәселелердің жаңағыдай азайып келе жатқандығы, проблеманың мәні көрсетілген мұнда. Барланған мұнай, газ, көмір қоры шектеулі екендігі, себебі олар сарқылатын табиғи қазбалар. Екінші, тау-кен химиясы өнімдерінің мөлшері төмендеуде. Және үшінші көрсетілген өндіру және тұтыну аймақтарының арасындағы айырманың артуы. Өндіретін жер мен тұтыну аймақтарының өте ара қашықтығы алыс болған кезде, ол кезде ол жағы тасымалдау жағына да өте көптеген қиындықтар туындайды. Міне бұнда да яғни проблеманың мәні көрсетілген. Ал енді сандар туралы айтатын болсақ, бұл жерде ғалымдардың есебі бойынша көмір 600 жылға, мұнай 90 жылға, табиғи газ 50 жылға, уран 27 жылға, ал басқа отын түрлері 800 жыл көлемінде жағылып бітетіндей көрсетілген. Міне біз табиғат ресурстар деп айтқан кезде өткен болатынбыз. Сарқылатын және сарқылмайтын, қалпына келетін және қалпына келмейтін пайдалы қазбалар деп. Оның ішінде кейбір пайдалы қазбалар бір сарқылса, ол қайтадан қайтып қалпына келмейді. Ал кейбіреулерінің қайтадан қалпына келетіндігі айтылған болатын. 2010 жылдан минералды шикізатқа сұраныс дүниежүзі бойынша 3 есеге артты. 2010 жылдан бастап минералды шикізатқа сұраныс дүниежүзі бойынша 3 есеге артты. Мына өздеріңіз түсініп отырғандай, дүниежүзі халқының санының артуы, индустрияның артуының нәтижесінде минералды шикізатқа деген сұраныс артып 3 есеге артып отырғандығын көрсетеді. Келесі энергетикаға сұраныс 10 миллиард тоннадан 20-27 миллиард тоннаға артқандығы туралы. Яғни 12 жылдан бері осындай үлкен жоғары көрсеткішке жеткендігін көрсетіп айтып отыр мұнда. Энергетикаға сұранысында, минералды шикізатқа сұраныстың отын энергетикасына деген сұраныстың артуы туралы осы слайдтан өздеріңіз көріп отырсыздар. Келесі, минералды ресурстардың таралуы. Минералды ресурстар мүлде жер бетінде қалай таралған? Бүткіл әлем бойынша. Евразия материгінде, Африка материгінде, Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка, Австралия материгінде, өздеріңіз көріп отырғандай, Евразия материгінде құрлықтың бар бөлігінде деп айтсақ болады, пайдалы қазбалардың қоры өте көп екендігін көруге болады. Мына солтүстігі жағы солтүстік мұзды мұхитынан, солтүстік Евразия материгінің солтүстік бөлігінен бастап Печора бассейні деп бағаны түрлі жағдай кен орындардың бассейндерінен кездесетіндігі, Тунгусский бассейн деп бағаны, Тунгус бассейнінде, яғни қай жерлерде пайдалы қазбалардың қоры өте көп екен, өте көп шоғырланған, өте көп. Мысалы, мына нефт, мұнайды қараңыздар. Мына мұнайды сыртқа шығаратын елдер, мына Парсы шығанағының айналасында елдер, яғни Арабия түбегінде елдер. Қараңыздаршы, мына мұнайдың кен орындары, яғни басқа жақтарға, басқа материктерге қарағанда Еуразия материгінің
азиялық бөлігінде және мына Европада да, иә, европалық бөліктерінде де өте көптеп кездесетіндігін айтуға болады. Мынау Бельгия мінекей төртбұрышты камень уголь дейді, яғни бұл тас көмірдің белгісі. Тас көмір де біздің Евразия құрлығында басқа материктерге қарағанда өте көп екендігі, иә. Сонымен қатар табиғи газ дейді, иә, табиғи газдың да қорлары көптеп кездеседі. Әсіресе ол қай жақта? Орал таулы аймақтарында көптеп кездеседі екен. Мына Евразияның солтүстігінде көптеп кездеседі екен. Мінекей және де мынау Еуразияның оңтүстік батысында да көптеп кездесетіндігі оңтүстігінде де көрініп тұр. Сонымен қатар мынау солтүстік Америка материгінде де жаңағы ненің нефть мұнайдың тас көмірдің қорлары өте көп екен солтүстік Америка материгінде де. Өздері жаңағыдай минералды ресурстардың әлем бойынша қалай таралып жатқандығын көрсетілген. Келесі, мына оңтүстік Америка материгі бойынша алатын болсақ, мұнда да табиғи газдар, содан кейін және тас көмір көрсетілген. Ал Африка материгінде өте аз екен. Солтүстік мына жерорта теңіз жағалауы елдерінде, сонымен қатар Африка материгінің батысындағы елдерде көптеп кездеседі екен. Ал келесі, мынау Австралия материгіне өтейік. Австралия материгінің қараңыздар, оңтүстік шығыс жағында тас көмір және солтүстік батыс бөліктерінде мұнай менен табиғи газдың кен орны бар екендігі, бірақ сонда да болса мұнда пайдалы қазбалардың өте кен орындарының аз екендігін біз көріп отырмыз. Мінекей әлем елдері бойынша, құрлық бойынша айтатын болсақ, осындай ресурстар таралған. Келесі бұларды шешу жолдарын айтатын болсақ, осы добыча өндірістің жаңа төмендеп кетуін болдырмау, содан кейін энергияны үнемдеп пайдалану және мынандай өндіріс орындарын көбейту туралы осындай шешу жолдары бар екендігі көрсетілген. Келесі, дәстүрден тыс энергия көздері. Дәстүрден тыс энергия көздері. Бұл дегеніміз өзен сулары, күн энергиясы, жел энергиясы, жердің ішкі жылуы, мұхит энергиясы да осы дәстүрден тыс энергия көздеріне жатады. Бұлар да энергия, яғни жердің ішкі жылуының өзі, мұхит энергиясының, күн энергиясының өзі, өзен суларының өзі үлкен осындай әлемде болып жатқан табиғат пен адамзат қоғам арасындағы байланысқа өзінің әсерін тигізеді. Бүгінгі сабағымыз бойынша менің айтпағым осы, яғни ғаламдық мәселелерге жақсы қарым-қатынас туындамау үшін жақсы адамзат пен қоғам арасындағы, табиғат арасындағы үйлесімділікті сақтауға шақырамын. Әрқашан табиғатты, өзіміздің керегімізді табиғаттан алып отырмыз. Енді табиғатқа деген біз қамқорлығымызды көрсетіп, өзіміздің қарашығындай келешек ұрпаққа дейін сақтап, қалдырып, жаңағыдай үнемді пайдаланып, табиғаттың әдемілігін сақтап қалуымызға шақырамын. Осымен біздің сабағымыздың уақыты да аяқталды. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Осымен сабағымды аяқтаймын. Сау болыңыздар.